Мен бұл оқиғаны алғаш рет айтып отырған жоқпын. Бірақ әр айтқан сайын ішім біртүрлі мұздап кетеді. Бұл 3 жыл бұрын болды. Мен сол кезде ауылдан қалаға қатынайтын жолда түнгі такси жүргізушісі болып істейтінмін. Жол ұзақ. Айнала қараңғы дала. Телефон кей жерде ұстамайды. Ол түнде сағат 2:30 шамасында. Жол жиегінде бір әйелді көрдім. Ақ көйлек киген, шашы ұзын, басын төмен салбыратып тұр. Мен тоқтадым. Қай жаққа, дедім. Әйел үндемеді. Тек өте жай дауыспен. Үйге, деді. Дауысы біртүрлі еді. Тірі адамдыкіндей емес. Бірақ мен мән бермедім. Ол артқы орындыққа отырды. Көлікті жүргізіп келе жатып, айнадан қарадым. Әйелдің беті көрінбейді. Басы әлі төмен. Үйіңіз қай жақта, дедім. Ол бұл жолда бірден жауап бермеді. Сосын өте жай ғана айтты. Сен тоқтайтын жерде. 5 минут өтті. 10 минут. Кенет ол, міне, осы жерде, деді. Бірақ айналада үйде жоқ. Жолда жоқ. Тек дала. Мұнда ештеңе жоқ қой, дедім. Ол басын сәл көтерді. Айнадан оның көзін көрдім. Көзі жоқ еді. Тек қараңғы 2 қуыс. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Есікті аш, деді ол. Дауысы енді менің өз дауысым ұқсап кеткен. Мен қозғала алмадым. Сол сәтте артқы орындықтан суық леп келді. Тынысым тарылды. Есікті ашпасаң, мен бәрібір түсемін. Көліктің есігі өздігінен сылдыр етіп қозғалды. Мен айқайлап газды бастым. Көлік алғашты. Бірнеше секундтан кейін бәрі тынышталды. Айнаға қайта қарадым. Артқы орындық бос. Бірақ орындықта су тамшылары қалған. Таң атқанда сол жерден қайта өттім. Жол жиегінде кішкентай ескі белгі тұр екен. Онда бір ғана жазу бар еді. Бұл жерде 2009 жылы бір әйел жол апатынан қаза тапты. Содан бері мен түнде ешқашан жол жиегіндегі адамды алмаймын. Ал кей түндері көліктің артқы есігі өздігінен жай ғана сылдыр етеді.